негізі өз-өзімді ұқсататын кейіпкер бар, ол «В диких условиях» деген кинода ең басты рөлді сомдаған актер. Соған өз-өзімді ұқсатам, сол кейіпкерге. Тағы адамдардың айту бойынша Джонни Деппқа ұқсайсың дейді, бірақ оның шын мәнісінде білмеймін не екенін. Бірақ айтса солай шығар негізі. Сыртқы келбетіне келер болсақ, ол шашы ұзын, көздері қара, өзімнің қазақ қыздарға әрине бірінші назарымды аударамын. Ішкі жан дүниесіне келер болсақ, бізде тәрбиесіне ең басты мән беремін. Өйткені тәрбиелі адам, тәрбиелі қыз ол жақсы. Мне всегда нравился бег. Я ходил на легкую атлетику, и то есть я очень быстро бегаю, и с этим было еще связано то, что я занимаюсь паркуром. То есть все такое спортивное, быстрое и энергичное. Это все связано со мной. Дебют. Год дебюта. Өтірік айтпаса, сол ең бастысы мен үшін. Өтірік айтпаса, және де қылықты болса, және де көздері көк болса. Дзюдомен айналысқан, ол 2 жыл, 3 жыл көлемінде греко-рим күресімен айналысқан. Сол джиу-джитсу күресі, джиу-джитсу мен единоборство дейді ғой. Сонымен де айналысқан. Өткен 2016 жылды мен бір сөзбен айтсам, дебют деп айтар едім. Послушной. Она должна быть послушной. Я свое внимание обращу на веселую. То есть веселую, конечно, да.